Мына берілген кестедегі әріптерді белгілі бір жүйемен қойған кезде бір ғалымның нақыл сөзі шығады. Ол қандай нақыл сөз екен? Қанекей, ойланып көріңіз. Әріптерді белгілі бір жүйемен қойып, ойланып көріңіз. Дұрыс жауабы ұдайы жайбасарлық әрекетті мақсатқа жеткізбейді. Демокриттің нақыл сөзі екен. Ал енді осы ойынды қалай жасауға болады? Және де оның жасалу ережесі қандай? Оны қалай табуға болады? Осының барлығы сізге қызықты болса, видеоны соңына дейін тамашалауыңызды сұраймын. Неге осындай ойынды жасау үшін белгілі бір ақынның немесе ғалымның сөзін аламыз, және ол неше әріптен құралған, соны санаймыз. Міне 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 нүктемен қосқанда 44 болады. Енді бізге осындай 44 тор көз жасауымыз қажет. Ол үшін ставкаға барамыз, фигураны таңдаймыз, ішінен тіктөртбұрыш, яғни шаршыны аламыз. Мінекей, енді бізге көккүмбек болып тұр, бізге іші бос болғаны қажет. Ол үшін главныйға барамыз, нет, жаңағыдай бояу жоқ таңдаймыз, және сыртын қара қыламыз. Енді осыны копировать етіп жанына қойып отырамыз. Сол кезде бізге әріп жазуға арналған осындай тор көздер пайда болады. Мінекей, бір қатарға 8 тор көзді түсіріп алдық. Енді осы 8 тор көзді астына қарай көбейтеміз. Барлығын сыртынан бастап белгілеп аламыз, копировать етеміз, және осылай астына түсіріп отырамыз. Сол кезде біздің жұмысымыз жеңілдейді. Әйтпесе, әр тор көзді жеке-жеке жасап отыратын болса, онда біздің уақытымыз көп кетеді. Сондықтан уақытты осылай тиімді пайдалануымызға болады. Онсыз да уақытымыз аз, тезірек ойынды жасап тастау қажет. Сондықтан тезірек жасалу жолын мен сіздерге көрсетіп отырмын. Неге бізде барлығы 48 тор көз пайда болды, бірақ бізге 44 қана керек. Сондықтан 4 тор көзді алып тастадық. Енді оның орнына белгілі бір осы тақырыпқа байланысты сөз немесе сурет жасап қоюымызға болады. Сол кезде біздің ойынымыз толыққандай болып көрінеді. Мінекей, мен тек қана алға деген осындай сөзді жазып әкеліп қойдым. Чтобы мына жер бос тұрмау қажет. Мына жердегі бос орын бос тұрмау қажет. Сондықтан осылай жасап қойдым. Сіздер де белгілі бір сурет сондай қойып қойсаңыздар болады. Енді әріптерді жазуға көшеміз. Міндетті түрде бірден түсін таңдап алсақ, сол кезде біздің уақытымыз көпке кетпейтін болады. Міне, ұдайы деген сөзді жазып жатырмын. Енді қараңыздар, бір тор көзді қалдырамын да, д-ны келесі 3-ші тор көзге жазамын. А-ны одан кейінгі бір тор көз тастап, келесі тор көзге жазамын. Осылай бір тор көз тастап отырып, бірінші сөз жазып аламыз. Мінекей, екінші сөз бос тор көз қалдып кетті бағана. Сол кезде соның ортасына жазылады. Мінекей, ұдайы жайбасарлық деген сөз 2 сөз ғана жазылып тұр. Қаншама тор көз алынып тұр. Көріп тұрсаңыздар, мұқият қарап алыңыздар. Мінеге, көріп тұрғандарыңыздай, мен тор көздің сыртынан белгілеп алып, сосын ішіне бірден әріпті жазып кетіп отырмын. Сол кезде
егер де мына тор көзді қалай қозғайтын болсақ та, ішіндегі әріп сол тор көзбен бірге үлкейіп және кішірейіп отырады. Ал егер сөзді басқа жақтан көшіріп әкелетін болса, ол кезде бұндай болып бірге көбейіп, бірге кішірейіп, бірге үлкеймейді. Сондықтан да тор көзді сыртынан белгілеп алып отырып жасауымыз керек. Енді қарап отырсаңыздар, мына жерде жеткіз деген сөзден аяқталды. Енді бейді дегенді осы жерге жазуымыз қажет. Бірақ бейді деп бірден қатарынан жазуға болмайды. Сол жазған ережеміз бойынша б, ені келесі бір тор көз тастап келесіне жазамыз. иді де келесі бір тор көз тастап жазамыз. Мінекей, бей. Енді д мен іні. Мінекей. Дәл осылай жазып отырсақ, сол кезде ойынымыз толық расталынады. Болды ғой, барлығы бір сөз ғой деп қатарын жазып қоюға болмайды, өйткені табатын оқушы онан шатысуы мүмкін. Мінекей, біздің сөзіміз аяқталды. Енді көріп тұрғандарыңыздай сыртынан белгілеп аламын да, бірден әріптерді көбейтемін. Ал егер басқа жақтан көшіріп әкеліп жазатын болсақ, ол кезде біз бұлай үлкейтіп, кішірейте алмайтын едік. Дейміз Нюраман. Енді шрифін өзгертемін. Мінекей. Қарап отырсаңыздар, шрифін осы күйінше алып, үлкейтіп кішірейтуімізге болады. Ешқандай қиындықсыз уақытымызды үнемдеп. Әр тор көздегі әріпті үлкейтіп кішірейтіп отыратын болса, ол кезде біздің уақытымыз көпке кетіп қалады. Сондықтан да міндетті түрде осылай жазып алғаннан кейін бірден осылай көбейтуімізге, кішірейтуімізге, үлкейтуімізге болады. Мұқият қарап алыңыздар. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мінекей, біздің кестемізде аяқталды. Көріп отырғандарыңыздай, ұдайы жайбасарлық әрекетті мақсатқа жеткізбейді деген сөзіміз шықты. Бұл ойынды ойнату үшін үлкен қылып жасап тақтаға іліп қоюымызға болады, немесе топқа бөліп, әр топқа алдарына тастауға болады, немесе жеке балаға беруге болады. Енді бұл ойынды біз бастауыш сынып балаларына бере алмаймыз, өйткені ол қатты қиынға түседі. Ал оңайлатылған түрде беруімізге болады. Және жоғары сыныпқа, колледждің студенттеріне таптырмас ойын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.